Созақ ауданында елді мекендердің ішкі жолдарын жөндеуден өткізу бағытында ауқымды жұмыстар атқарылып келеді. Сонымен бірге аудан әкімі Мұхит Тұрысбековтың тапсырмасына сәйкес, аудан орталығы Шолаққорған елді мекенінің жолдарын 100% асфальттау межесі қойылған. Осыған сәйкес тек биылғы жылдың өзінде ауыл ел бесігі жобасы аясында 424 миллион теңгеге, сонымен бірге аудандық бюджеттің өзінен 1 миллиард теңгеден астам қаржы нақ осы жолдарды жөндеу жұмыстарына бағытталып, тиісті жұмыстар жүзеге асырылуда. Яғни осы бір маңызды жобаларға сәйкес жалпы ұзындығы 83 шақырым жол жөндеуден өтетін болады. Бұл туралы Созақ аудандық тұрғын үй коммуналды шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Аманов Ербол Нышанәліұлы мәлім етті. Бұдан өзге аудан орталығы Шолаққорған елді мекенін абаттандыру, көркейту бағытында да ауқымды жобалар жүзеге асырылу үстінде. Атап айтқанда елді мекенге Шымкент бағытынан кіреберіс, яғни Сұлтанбек Қожанов көшесінің екі жағынан Мыңжылқы мәдениет үйіне дейінгі 7 шақырымдық аралықта заман талабына сай аяқ жол салынуда. Сонымен бірге бұл аймаққа жобаға сәйкес 235 дана жарықшам, 4 аялдама, 60 қоқыс жәшігі мен орындықтар орнатылатын болады. Сондай-ақ Түркістан бағытындағы айналма жолдан Шолаққорғанға кіреберіс, Жібек жолы көшесінің 6 шақырымға созылған қос жағалауына да аяқ жол салынуда. Мұндағы құрылыс жобасына сәйкес маңызды көше бойындағы 2,5 шақырымға созылған су қажытқы лотоктар толық алмастырылып, жаңартылуда. Ал Оқшиев көшесінен бастап айналма жолға дейінгі 1,5 шақырымдық аралыққа велосипед жолы салынуда. Мұнда да көше бойына жарықшамдар, қоқыс жәшіктері мен орындықтар орнатылады. Бұл жұмыстар Шолаққорған ауылының инфрақұрылымын жақсартып, тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған. Осылай деген бөлім басшысы ауданда ауыз су құрылысы бойынша да маңызды жобалардың жүзеге асырылып отырғандығын жеткізді. Созақ ауданы бойынша өзі жалпы 29 елді мекен бар. 29 елді мекен былтырғы жылдың есебімен 100% ауыз сумен қамтылды. Барлығы орталықтандырған ауыз су құбыры бар. Сол 29 елді мекеннің ішінде уақытпен ішетін елді мекендер бар. Атап айтатын болсам, Созақ, Қаратау, Қарақұр, Қозмалдақ елді мекендерінде уақытпен беріледі. Білесіздер, еліміздің президентінің тапсырмасы бар. Елді мекендер 100% сумен қамтылу керек және тәулік бойы болу керек деген. Сол мақсатта біз уақытпен берілетін Созақ және Қаратау елді мекендерінде қайта құру жұмыстары басталған. Былтыр 2024 жыл басталған, осы 2025 жыл пайдалануға берілетін болады. Қазір Созақтағы ауыз су құбырында скважиналар қазылып, резервуар дейді, су сақтау қоймасы дейді, солардың бәрі құйылып, абоненттік су құбырлар жүргізіліп жатыр. Қаратауда да сондай. Сол жұмыстар жүріп жатыр.